Мед 3795, длительность 2 аккаунтынан 23 секунд яғни ұзақтығы. И в дальнейшем эта запись была признана вещественным доказательством. Защита полагает, что следователям нарушены требования статьи 112, пункт 6 Уголовного процессуального кодекса. Қорғаушының айтуы бойынша қылмыстық процесстік кодексінің 112 бабының 6 бөлігінің талаптары бұзылған. Правила производства образцов голоса, правила назначения проведения судебных экспертиз. Assalomu alaykum, o'rtoqlashim, qadrli qozoq xalqim. Что влечет признание недопустимыми доказательствами всех полученных результатов. Бүгін 20 маусым. Заслушав мнение участников процесса, суд приходит к выводу, что ходатайство адвоката Наурызбай аудандық соты по причине его обоснованности. Міне қаншама халық қолдауға келді. 50 адам, 100 адамнан артық адам отыр мешітте, қаласпен Айгерімді қолдауға. Тоқаевтың сайқымазақ соты басталды. Халықтың қолдауымен біз жеңеміз деп ойлаймын, бірақ қаншама белсенділер келді. Алматының батырларымыз көңіл күй тамаша. Соттың сайқымазақ соттың бір процесі қалды. Жеңеміз деп ойлаймын. Қалас бауырымыз аман-есен осы сот залынан шығып, қандығымыз қарақшы Тоқаев биыл жеңіледі деп кәміл сеніммен айтуға болады. Соны тыңдап отырыңыздар. Асқар Арғын Бақадыр. Әлі Алматы шақырды жүрмін. Изображены Нурпеисов и Тлеужанова, ошибочно указано как Тлеубаева. Аталған бейнежазбаны қарау барысында тергеушінің болжамды түрде Нурпеисов пен Тлеужанованың бейнелері көрінген, және де Тлеужанованың теледизоргерді бүгін Тлеубаева деп көрсетілген. Неге? Давайте паузу сделаем. Құшымыз ауызбіршілікте де. Құшымыз ауызбіршілікте деген сөз міне. Көрдіңіздер ме? Қазір Шлебаев анау біздің батырымыздың денсаулығы сыр беріп тұр, сол себепті жедел жәрдем шақырылды. Соған қарауыл келіп тұр. Скамейку можно принести, а? Передайте секретарю, скамейку можно принести? Жедел жәрдеммен алып келді. Эти лица находятся в здании аэропорта города Алматы и выкрикивают политические лозунги. Аталған тұлғалар Алматы әуежайында орналасып, және де саяси үндеулерді жасап жатқан. Указанную видеозапись следователь передал на DVD-диск и признал вещественным доказательством, что видно из постановления 10 марта 2022 года. 2022 жылдың 10 наурызындағы қаулысына сәйкес тергеуші аталған бейнежазбаны DVD-дискқа ығыстырған және оны заттай дәлелдеме ретінде таныған. Впоследствии видеозапись была предметом экспертного исследования и согласно дополнительному заключению эксперта номер 620 от 19 апреля 2022 года Қасқи батырларымыз жоқ Аталған жерде. бейнежазба сараптаманың нысаны болып табылған және 19 сәуірде 2022 жылдың 19 сәуірінің 620 санды сараптамасының қорытындысына сәйкес не представился вопрос, может ответить на вопрос. Принадлежит ли голос Дархан батырымыздар алғашқы болып қамалғандардың бірі болып табылады. Дархан батырымыз. Қасқиып тұрды батырларымыз.
ешкім де террорист емес. Кәдімгідей қазақтың қас батырлары Айгерім мен Согласно статье 118 Уголовного процессуального Қаласына кодекса, бейіс вещественными бағырлаймыз. доказательствами Соған бостандық талап етіңіздер. признаются предметы, которые Ұлтшылдарын сохранили или сыйламаған, написаны қолданмаған халық құрдым бой кетеді дейді. на Айналайын қазақ халқы. Қылмыстық процесс кодексінің 118 Міне осындай нөпір болып шығыңыздар. өзінің заттай дәлелдемелерін Бауырларыңызды, батырларыңызды бермеңіздер. тікелей яғни қылмыстық бұзушылықтың сипатын өзінде сақтаған заттар болып табылады. Признавая обнаруженную в интернете видеозапись вещественным доказательством, следователь предполагал, что на ней имеется изображение подсудимой Клюжановой, и она находится в здании аэропорта Алматы, выкрикивая политические лозунги. яғни тергеушінің болжамы бойынша әуежайдың ғимаратында Клюжанова келіп және Мінекей саяси осындай яғни кеудешелер, күртешелер. Однако предположение Футболка дейді следователя орысша. в данном случае Футболкалар берілді міне. является недостаточным. алайда тергеушінің Мен қазақ болжамы сотқа жеткілікті мың болып өліп мың табылмады. тірілген деген. Следователь ограничился только осмотром обнаруженного в интернете видеоролика и переносом его содержания на отдельный DVD-диск. Хабарда болыңыздар. Яғни тергеуші тек қана ғаламтор Наурызбай кеңістігіндегі аудандық бейне сотына жазбаны келіңіздер. қараумен және оны DVD дискіге яғни және жазып алумен ғана шектелген. При этом в ходе Қоғамда досудебного болып жатқан расследования оқиғаларға им бейшам предъявлен қарамаңыздар. установление личности автора, Ұлтшылдарыңызды қолдаңыздар. который разместил ролик под аккаунтом Қандығұл қарақшының